Саламатсыздар ма, көрермендер? Бүгін мен сіздермен кабачку икраны қалай жасау керек екенін бөліскім келеді. Осылай кабачоктар тазалап, жуып алып, жайлап ішіндегі тұқымдарын алып тастасаңыздар болады. Тазартып, осылай ішін аккуратно тазалап аламыз. Қасына морков, қазір мен описаниесіне жазып кетейін, қанша килограмм қанша алатын. Жуа, помидор қосасыз. Кабачоктың өзін аласыз. Осылай тазалап, аккуратно тазалап аласыз да, жуып барлығын, қазанға май құйып, соның үстіне жуа мен морковты, помидорды салып жіберсеңіз болады. Мен мына жерде үлкен-үлкен қылып кесіп салдым, тез орындалу үшін. Бәрібір погружной блендермен ұсақтап тастайтын болғандықтан турап уақыт алмай қойсаңыз да болады. Осылай қуырып, әдемілеп, жуа сарғайғанша қуырасыз. Сосын үстіне кабачкиді турап, тоже үлкен долькамен турай берсеңіз болады. Өйткені қайнап ол жұмсарады. Погружной блендермен бір ұсақтап өтесіз болды. Уақытыңызды алмасаңыз болады оны. Осылай барлығын турап салып, бетін крышкамен, қазір мына жерде, енді мен көбірек қылып салып жатырмын. Бетін крышкамен жауып, бір жарым сағаттай қайнатасыз. Бір жарым сағат қайнатқаннан кейін тұз, қанша тұз салу керек екенін дәміне қарай саласыз. Шекер саласыз, бұрыш саласыз, сосын кішкене уксус саласыз. Болып қайнап 3 сағаттан, мен 3 сағат қайнатамын өзім. 3 сағат қайнатып болғаннан кейін осылай погружной блендермен бір ұсақтап аламын да, алдын ала стерилизациядан өткен банкілерге салып, осындай қысқа әдемі икра жауып қоямын. Қарағандарыңызға рахмет, лайк басып қойсаңыз болады.